Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен осындай қарапайым бешбармақ дайындайтын боламыз. Видео ұнаса соңына дейін көріп лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен осындай қамырымызға суымызды дайындап аламыз. Қамыр илеуге бір жұмыртқамыз бен тұзымызды салып араластырып аламыз. Сосын қамыр илейтін пакетигімізге ұнымызды салып аламыз. Сіздер ыдыстарыңызға да елеп алсаңыздар болады. Менде осындай пакетик болғасын, пакетикке салдым. Соңынан суымызды құйып, аузын жақсылап біріктіріп, осылай қамырды елеп аламыз. Менде осындай үлкендеу қамыр шықты. Мен оны екіге бөліп алдым. Екіге бөліп 10-15 минутқа қалдырдым. Оған дейін подливкамызды дайындап аламыз. Демалып тұрғанға дейін. Осылай пиязымызды тураймыз. Сладкий перецімізді тураймыз соңынан. Сіздер сәбіз, тағы не бар, қандай көкөніс қосқыларыңыз келсе, өз еркілеріңізде қоссаңыздар болады. Қазанымызға майымызды құйып, етімізді салып, осылай пиязбен жақсылап қуырып аламыз. Барынша жақсылап қуыруға тырысыңыздар. Осылай қуырып, соңынан бір ас қасық томатный паста қосамыз. Сіздер помидор қоссаңыздар болады, или аджига қоссаңыздар болады. Өздеріңіздің еркілеріңізде. Сладкий перецімізді салып қуырып аламыз. Мен укроп та қостым. Аздап дәм үшін. Осылай картошкаларымызды салып аламыз. Сүйегімізді саламыз бағанағы. Үстінен тұзымызды дәміне қарай салып, етімізді бетіне қалқып су шыққанға дейін үстіне су құятын боламыз. Оған дейін қамырымызды жаямыз. Подливымыз қайнап тұр осындай. Әдемі болып. Қамырымызды жайып болған соң, кастрюлемізге суымызды құйып қоямыз. Осылай кесіп аламыз қамырларымызды. Осылай қайнап тұрған суымызға осылай салып пісіретін боламыз. Өте оңай. Бізде пісті қамырымыз. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай безендірсеңіздер болады. Өте керемет болып шықты, ас болсын.